Сәлеметсіздер ме? Повода 22 тобы сіздермен бірге информатика пәнінің оқытушысы Мұратханова Амина Ерзатқызы. Бүгін біз объектіге бағытталған бағдарламалау пәнінен жаңа тақырып. Дәптерлеріңізді ашып, жаңа тақырыпты жазып алсаңыздар. Тақырыбы Дельфи ортасында мәзірлермен жұмыс істеу. Стандартты функцияларды пайдалана отырып, енгізу, шығару ағыны, файлдармен жұмысты ұйымдастыру. Дәрістің мақсаты Дельфи объектіге бағытталған бағдарламалаудың ортасының негізгі элементтерімен таныстыра отырып, енгізу шығару ағымын ұйымдастыру. Қарастырылатын сұрақтар: объектілі бағытталған бағдарламалау тіліне түсінік, Дельфи ортасында мәзірлермен жұмыс, стандартты функцияларды пайдалана отырып, енгізу шығару ағымын ұйымдастыру. Бүгін бізде жоспар бойынша өткен сабақты қайталау, жаңа сабақты түсіндіру, проект құру, үйге тапсырма. Өткен сабақты қайталау. Біз алдыңғы сабақта Дельфи бағдарламалау ортасы мен менің бірінші бағдарламамды жасаған болатынбыз. Осы сізге сұрақ. Осы бағдарламада біз неше компонент қолдандық? Және қандай компоненттер аттарын атап өтсеңіздер. Өзімізді тексере отырамыз. Менің бірінші бағдарламамда біз қолдандық екі компонент. Біріншісі label, мұнда текст түрінде, екіншісі button, ол кнопка, батырма түрінде. Одан кейін біздің жасаған менің визитный картам. Осында неше компонент қолдандық? Менің визитный картамда бірінші бұл бізде label, одан кейін 1, 2, 3, 4, 5, 6 баттың қолдандық. Түс таңдауда неше компонент қолдандық? Өздеріңіз тексере отырыңыздар. Бірінші ол бізде форма, форманы санамаймыз. Екінші компонент ол бізде edit, одан кейін label. Сонда міне түстердің барлығында тұрған бұлардың барлығы лейблдар. Келесі жаңа сабақ. ОББ тіліне түсінік. Объектіге бағытталған бағдарламалау бұл объектілер жиынтығы және оларды әрекеттеу тәсілдері. Объектілер арасында ақпарат алмасу, хабарламалар көмегімен жүзеге асырылады. Хабарламалардың берілу нәтижесінде оқиға туындайды. Міндетті түрде дәптерлеріңізге жаза отырыңыздар. Класс сипаттар мен тәсілдердің және оқиғалардың жиынтығы, яғни класс оның дұрыс жұмыс жасауын қамтамасыз ететін сипаттар мен тәсілдерден және оқиғалардан тұрады деуге болады. Объектіге бағытталған бағдарламалаудың негізгі 3 принциптен тұрады. Инкапсуляция, мұрагерлік, полиморфизм. Инкапсуляция дегеніміз берілгендерді, деректерді және оларға жүргізілетін әрекеттерді бір объектілік типке біріктіру. Екіншісі мұрагерлік. Мұрагерліктің көмегімен ортақтан жекеге жылжи отырып, өте күрделі кластарды жасауға болады. Полиморфизм. Бұл әртүрлі деңгейде аттары бірдей тәсілдерді қолдану. Жобалау файлдарын сақтайтын белгілі құрылымда каталог болуы керек. Файлдардың, форманың, компоненттердің және айнымалылардың атаулары олардың мағынасын бейнелеп тұруы керек. Жоба. Бұл қосымшаларды құратын өзара байланысқан формалар мен модульдердің жиынтығы. Жобаның модульдері олардың uses операторымен анықталатын басқа модульдерді қолданады. Дельфи ортасында мәзірлермен жұмыс істеу. Жобаның құрамына келесі файлдар кіреді. Жобаның файлы, жобаға кіретін барлық формалардың сипаттамалары, формалардың модульдері, жоба параметрлері, ресурстар сипаттамалары. Бірінші біздің проектімізді құрсақ. Бұл бізде тамагочи.
Тамагочи біз қандай сұрақты қоямыз, ол бізге жауап береді. Мысалы, сіз оған сәлем десеңіз, ол сізге сәлем деп қайтадан жауап береді. Біз мұнда бірақ қазақшаны алмадық, себебі әріптерін, қ әріптерін оқымай қалғандықтан біз орысша береміз. Привет дегенге ол привет, как тебя зовут болса тамагочи. Қазір осы Дельфиді ашып, осы бағдарламаны жасап көрсек. Мына көріп тұрғандарыңыз Дельфи бағдарламалаудың ортасы. Так, ең бірінші бізде және тамагочиді қарасаңыздар, бізге ең бірінші керек. Лейблдан 3 керек, edit'тан 1, button'нан 1. Лейбл дегеніміз, білмей жатсаңыздар, бұлай апарсаңыздар, сіздерге аты шығады. Лейбл. Бірақ алдыңғы сабақта өтіп кеттік, бұл тақырыптар сіздерге ол оңай болу керек. Тамагочи. Тамагочи, одан кейін ары қарай сіздер түсін, шрифтін өзгерту үшін фонтқа барып, 3 нүктені басасыздар. Мысалы, Times New Romanға барсақ, бұл уже 26-мен және түс береміз. Тамагочи. Тағы да бір лейбл, онда біз вопрос деп жазамыз. Лейблға барасыз, мына жерге кепшінға. Вопрос деп жаздық. Бұны да түсін өзгертіп. Times New Roman'мен жаздық. Бұл жөрне болсын, және 16-мен. Түсі синий болсын. Окей. Вопрос деді. Енді бізде тағы бір лейбл бар. Ол жауап шығатын жер, бірақ ол жер бос болады, себебі онда жауап керек. Бірақ бұны үлкен қылып ашып қоямыз, себебі жауабым шыққанда көрінбей қалмас үшін. Одан кейін ответ ол үшін оған button керек. Button. Ол бізде кнопка. Button'ды өшіреміз де. Одан кейін edit. Ол edit бос тұрады. Осыған біз сұрағымызды осында жазамыз. Edit'ті өшіріп тастаймыз үшін. Әр сабақта сіздерге осылайынан көрсетіп отыратын, мына сіз кестені беретімін. Бұнда форма біріміз, лейбл 1, 2, edit, барлығы пустой деп сіздерге бәрін көрсетіп тұрады. Енді button. Button бізде жұмыстың барлығы сонда шыққандықтан button'ды басқаннан. Button on click. Оны 2 рет басасыз. 2 рет басқан соң міне дайын мына программа осыны апарып сонда жазасыз. Келесі сабақтарда өздеріңіз құрасыздар. Бүгін енді дайын осыны жасаймыз. Міне ответқа, бигинға барып осы жерге қоясыз. Енді бұл сіздерге не екен? Edit. Edit дегеніміз ол жаңағы бос тұрған ақ сызыққа, editқа сіз жазасыз приветті. Ол сізге сонда астыңғы жақтағы лейблға сізге шығарады приветчик деп. Привет сөзін алып аламыз. Енді формаға келдік, тексереміз. Программаны. Міне, біздің программамыз шықты. Тамагочиға вопрос. Привет деп жаздым, ответ приветик. Тағы қандай сөз бар? Мысалы, как тебя зовут? Осы сөзді алып қояйық. Жазып оған уақыт кетірмейін деп. Как тебя зовут? Тамагочи. Көрдіңіз, біздің программамыз істеп тұр. Сонда бүгінгі сабақ бойынша сіздерге нақты білу керек, міне біз енгіземіз. Сол енгізгенді бізге программа шығарып беріп тұр. Енгізу шығаруды. Келесі тапсырманы орындасақ, бұнда біз аударатын, мысалы біз орыс тілінде енгіземіз, соны бізге қазақша және ағылшын тілдеріне аударып беретін программаны құрамыз. Бұл біз перевод жасағанда, міне көріп тұрғандарыңыздай бізге лейблдан 1, 2, 3, 4 керек, button'нан 1, 2 button керек, edit'тан 1 керек.
Қазір Delphi'ді ашамыз. Енді міне осыған ең бірінші лейблмен переводчик деп сөзді жазып аламыз. Оған фонтқа енгіземіз. Times New Roman. Times New Roman. Полужирный. Бұны да үлкен қылып жіберсек, 28-бен түсін алдық. Окей, міне переводчик. Мына жерде де сіз астының фонынды өзгерте аласыз. Оны сіз оны өзгертетін кезде міне color дегенге барасыз да, мысалы сіз астын көк қылып қоюыңызға болады. Келесі бізде переводчик кетті. Енді так, бұл бізде орысша тұрады. Так, русский деп жазамыз. Бұны біз былай жазсақ, кестірген. Фонтпен. Полужирныймен, 16-мен. Рус деп жазып қойсақ. Енді келесілерін бізге біреу екеуі кетті. Енді екі лейблді олар бос болып тұрады. Міне бұл үшінші лейбліміз. Ол бос болады. Ашып қоямыз. Жауап осы жерге шығу үшін. Так, келесі төртінші лейблді келеміз. Оны да бос қылып қоямыз. Екінші лейблді қойып алдық. Енді бізге баттын қоямыз. Баттынды қоямыз. Бұнда бізде біріншісі каз. Екіншісіне ағылшыншаға аудару керек. English деп. Так, одан кейін edit. Ең бірінші сөзімізді осында жерге жазылады. Editті қоямыз. Қойдық. Енді алдындағы сабақтағыдай бірінші қазақшаға барып, begin-ға сөзімізді қоямыз. Так, мұнда бізде сөздерді оқымай тұр. Не алдымен сөздерді жазып аламыз. Мысалы, карандаштікі қазақшаға енді карандаш. Мысалы, тетрадь, дәптер, доска, тақта, расписание, сабақ кестесі, учебник, мысалы, кітап деп жазып аламыз қазақ переводын. Солай жазып алдық. Енді ағылшынға басамыз. Бұнда солай көріп тұрғаныңыздай енді ағылшынға да жазып алдық. Мысалы, карандаштікі pencil, notebook, board, timetable, textbook деп. Енді тексереміз. Формаға бардық. Не, жасылды басқанда ол бізде тексереді. Оны білесіңдер, run деп аталынады. Мысалы, мынаған біріншісіне жазамыз доска. Қазақшасы тақта, ағылшыншасы board. Перевод бізде жасалып тұр. Енді сіздерге үйге тапсырма, тура осы сияқты тамагочи умеет считать. Енді бұнда сіздер калькулятор жасайсыздар. X-сан енгізесіздер. X-санды қосу дегенде сізге қосуындағы қосындысы шығу керек. Алғандағы мәні шығу керек. Көбейтінді мәні шығу керек. Қорытынды. Delphi ортасы объектілі бағытталған бағдарламалаудың негізгі ұстанымдарын қолдайды. Мәзірлермен жұмыс істеуде жобаның құрамына кіретін файлдарды өзгертуге болмайды. Стандартты енгізу, шығару және математикалық функцияларды дұрыс жазу және қолдану керек. Сіздерге бақылау сұрақтары. Біріншісі, объектіге бағытталған бағдарламалау тілдеріне қандай бағдарламалау тілдері жатады? Бұны дәптерлеріңізге жазасыздар. Екінші, объектіге бейімделген бағдарламалаудың негізгісі не? Келесі, объектіге бейімделген бағдарламалау дегеніміз не?
Объектіге бағытталған бағдарламалаудың негізгі принциптері. Дельфидің объектілері қандай элементтерден тұрады? Осыларға жауап жазып, дәптерлеріңіздің барлығын толықтырып келесіздер. Назарларыңызға рахмет.